Баршаңызға сәлем оқырмандарым. Бүгінгі видеода сіздермен тауық етін өте жұмсақ әрі балғын етіп пісірудің бір құпиясын ашатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып қойыңыз. Ең алдымен біз тауықты маринадын жасамастан бұрын суға салып қоямыз. Ол қандай су? Қазанға тауығымыз батып тұратындай су қойып, үстінен тұз, қара бұрыш, керекті дәм беретін дәмдеуіштер, сарымсақ және лавр жапырағын қосып, осы қазандағы суға тауығымызды бір түнге немесе 5-6 сағатқа салып қоямыз. Сол кезде тауыққа тұздың және дәмдеуіштердің дәмі кіріп, сочный болатын себебі сондықтан. Ал ендеше бастайық. Қазанға 2 ас қасық тұз, 2 ас қасық қызыл бұрыш салдым. Және де осындай шашликке қосатын приправа бар екен, оны да қосып жібердім. Содан кейін 4-5 тілім сарымсақты осылай майдалап турап қосамыз. Осының үстінен қазір лавр жапырағын осылай майдалап турап саламыз. Және де осы суымыздың үстіне тауықты батып тұратындай етіп орналастырамыз. Батпағандықтан аздау су құйдым. Осы қақпағын жауып салқын жерге бір түнге немесе 5-6 сағатқа қалдырамыз. Одан кейін дайын болған соң үстіне маринадын дайындаймыз. 1 ас қасық майонез, 2 ас қасық кетчуп, томат пастасын қоссаңыз да болады, сарымсақ, аздаған тұз, қара бұрыш және сұйық май қосып дайындап аламыз. Қазір тауықтың үстіне осыны жағып пешке салатын боламыз. Мінекей біздің тауығымыз 5-6 сағат тұрды. Әбден тұз, дәмдеуіштердің дәмі сіңіп, жақсы болып тұр. Енді осының үстінен жақсылап осылай құрғақ салфеткамен бір-бір құрғатып сүртіп аламыз. Енді тауықтың бетіндегі осындай бір қабат пленка, яғни терісі болады ғой, соны абайлап жыртып алмай ғана осылай қасықтың көмегімен ашып аламыз. Бетіндегі бір қабат терісін ашып алған соң, шанышқымен аздап жыртып алмай ғана бір-бір қадап түйреп аламыз. Сол кезде біз қазір маринадты жаққан кезде терінің ішіне жақсы сіңіп, дәм беретін болады. Сол үшін осылай шанышқымен бір-бір түйреп аламыз. Кезекте осы шанышқымен түйреп алған жерлердің барлығына, ашық жердің барлығына сары май, жұмсақ сары майды жағып шықтым. Жұмсақ сары майды жағуының себебі тауықтың майлы, сочный болып, яғни құрғақ болмауының бірден бір себебі болып табылады. Осылай жақсылап барлық жағына бірдей етіп жағып аламыз. Енді жаңағы алдын ала дайындап алған маринадымызды жағып шығамыз. Осы маринадымызды тауықтың барлық жеріне бірдей етіп жағып шығамыз. Төсіне осылай бір-бір шанышқымен қадап-қадап, бұл жерге де толықтай терінің астына кіргізіп жағып шықтым. Сол кезде маринад жақсы сіңіп, тауығымыз өте дәмді болып шығады. Дәл осы мен көрсеткен рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге сөзсіз ұнайтынына сенімдімін. Аздаған майонез бен кетчупты араластырып, осылай пияз бен картопты сол майонезге шылап, осы тауықтың ішіне салып көрдім. Бұлай істеу міндетті емес, егер қаламасаңыздар, бұлай жасамасаңыздар да болады. Мен өзім тестировать етіп осылай жасап көрейін дедім, бірақ маған онша қатты ұнаған жоқ. Ең соңында маринадын барлығын жасап болған соң, тауықтың аяғын осылай бір-біріне тегізіп байлап қоямыз. Одан кейін пешке 180 градуста 1-1,5 сағаттай пісіріп алдым мен. Осындай үлкен табаға астына фольга қойдым. Жақсылап суы бәрі май ақ кетпес үшін. Және үстіне осы тауықты орналастырып, пешке 180 градуста 1-1,5 сағат пісіріп аламыз. Дайын болғанын шпажканың көмегімен тауыққа тигізіп көреміз. Егер оңай шыққан болса, онда тауықтың толық піскендігі. Осылай қып-қызыл болып, әдемі болып пісіп шықты. Жарына көкөністермен осындай әсемдеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Дәл осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Егер видеом пайдалы болған болса, лайк басып каналыма тіркеліп,
қоңырға белгісін басып қойыңыз.